Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін осындай манты және де чешін езік жасайтын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шықты. Мына жерде бізге өте жұмыртқа бытқап, жұмыртқа және де тағы да керекті заттарға печенье, пирог, конфеты, сондай заттар алып келдік магазиннен, және де майонез. Қазір енді қамыр жасауға кірісемін. Қамыр жасау үшін кішкене су көз мөлшерімен, жұмыртқа және де тұз қосамын. Бәрін араластырып, одан кейін ұнды қосатын боламын біртіндеп. Мен қамыр жасау үшін көріп тұрғандарыңыздай кішкене көз мөлшерімен су, жұмыртқа және де тұз қостым. Бәрін біртіндеп араластырамын. Сөйтіп мен ұнды салып, уже қамыр жасап қойдым. Одан кейін қазір баклажандарды жуып, суға салып қоямын где-то 15 минутқа. И оған тұз қосам. Сөйтіп баклажандарды мұжып, одан кейін оларды кептіріп, одан кейін барып қуыруға кірісемін. Мантыға фаршты бағана размораживать еткем, енді соны ыдысқа салам, одан кейін бетіне пияз турап, бұрыш және де тұз қосатын боламын. Сөйтіп бәрін дайындап болғаннан кейін қамырымды жаюға кірісетін боламын. Осы фарш жетеді бізге. Қазір да размораживать етіп жіберемін, себебі кішкене әлі қатып тұр екен. Енді пияздарды тураймын. Маған где-то 5-6 пияз жетеді. Бірінші қамырды уже жайып бітейін деп қалдым. Балалар қасыма жетіп келеді. Осылай тамақ істеп отсам, не істеп отсам, постоянно қасымда айналшықтап жүреді. Енді осы понедельниктен бастап екеуін развивашкаға беремін. Келесі бере алмадым, себебі алдыңғы видеоларда айтып кетіп едім, ауырдық деп. Енді жазылып, кішкене жөтелі ғана қалды. Міне мен қамырым уже жұқа болып келе жатыр. Қазір енді кесіп, уже түйемін. Бірінші қамырдан 2 көз, одан екінші қамырдан тағы 2 көз шықты. Енді
ары қалай кейбір кезде келесі күнгі обедке де қалуы мүмкін. Бірақ та мен күніне көбінесе 2 рет тамақ ішсем, мына жерде Димаш келді, бағана мейірім келген. Камера көрсе бітті осылай. Тоже түскілерге өздерінше көріп сөйтеді. Помидорларды кесіп бастадым. Түйшін езіққа кішкенесін қуырып алдым уже. Енді сосын майонез бен чеснокты араластырып арасына салмасын дайындайтын болам. Бұл салат түрін негізі жақсы көреміз. Жолдасым әсіресе қатты жақсы көреді. Енді жазғы уақытта осылай жасауға тырысам. Димаш басын ұрып алды да мен футболкам ішіне кіріп кеткен. Сөйтіп жылап жатыр. Енді мен бір-біріне қосып жатырмын. Арасына салманы салдым, чесночный, майонез чесночный. Тұз да қосса болады, бірақ мен тұз қоспадым. Осылай да өте дәмді шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Отбасындағыларыңызды қуантып. Енді менің каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Маған өте приятно болар еді. Әр комментарийді оқимын. Ал енді міне біздің түйшін езігіміз дайын болды. Красота. Қазір енді холодильникке салып қоям. Міне біздің тамағымыз бәрі дайын болды, достар. Тамақ жатқан кісілердің бәріне ас болсын. Балаларым, күйеуім бәріміз рахаттана жеп алдық. Ал енді мына кезде біз уже серуенге шықтық. Күнде шығамыз. Бізде бұл Астана қаласы, сондықтан осылай қалың киінеміз. Себебі күн уже өте суық. Өте емес, суық, жел бар. Рахмет, достар. Осы видеоның соңына дейін көріп, уақыттарыңызды бөліп атқандарыңызға мың алғыс. Алда тағы да қызықты, пайдалы видео саламын, Құдай қаласа. Енді мен көбінесе тамақ жасағаннан кейін сіздерге тамақты көрсетемін. Енді хотя бы сіздер тамақ жасауға мотивация бердім деп ойлаймын. Біз сіздерді жақсы көреміз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.